Бәріңе сәлем достар, менің атым Айдана. Мен өзімді тағдырдың сүйіктісімін деп ойлаймын. Себебі осы жылы мені найзағай ұрды. Мен бұл найзағайдың әсерінен жай ғана аман қалып қана емес, өмірімді өзгерте де ала алдым. Бұның барлығы менің қатысуымсыз болды. Мүмкін кейбіреулеріңіз маған найзағай түссе мен өзім кінәлімін деп ойлайтын шығарсыздар. Найзағайда сақтану керектігі туралы сабақтарын өткізіп алдың ба деп те сұрайтындар бар. Бірақ менде мектепте барлығы жақсы болды. Сабағыма да қалмай қатысып жүргенмін. Найзағай туралы барлығын жақсы білетінмін. Мен найзағаймен бетпе-бет келген кезде менің миым өшіп қалды. Яғни мен не істеу керектігін барлығын ұмытып қалдым. Мен сол күні кешке қарай әжемнен қайтып баратқан едім. Ұзын көпірмен қарай келе жаттым. Сол кезде жаңбыр басталып кетті. Қуанышқа орай менде қолшатыр болды. Сондықтан мен уайымдамай жүре бердім. Мен жаңбырдың астында серуендегенді ұнататынмын. Мен көпірдің ортасына қарай келіп қалған кезде найзағай басталды. Сол кезде мен найзағайлардың даусынан шошып кеттім. Өзімнің керек жеріме жету үшін тезірек жүре бастадым. Мен сол күні бара алмай қалдым. Себебі аспандағы ең мықты найзағай маған түсті. Мен қатып қалдым. Мен қозғала да алмай қалдым. Мен құламадым, себебі мен тепе-теңдікті ұстап тұрдым. Мен бірақ қатты ауруды сездім. Бүкіл денемде қатты ауруды сездім. Бұл ешқандай ауруға ұқсамады. Мен жан-жағымнан үлкен ақ көпіршікті көрдім. Оның ішіне мені салып қойып, жан-жағын ақ бояумен бояп қойған сияқты болды. Мен осыдан кейін жан сақтау бөлімінде ояндым. Бұл жерде мен 5 күн жатыппын. Шынымды айтсам, осы оқиғалардан кейін мен шынында басқа адам болған сияқты болдым. Мен өзіме не болғанын білемін. Атымның кім екенін білемін. Бірақ бұрынғы Айдана мен қазіргі мені салыстыру қиын. Мен аман қалғаннан кейін мені кәдімгі бөлмеге орналастырды. Содан соң бірден ата-анам келді. Ата-анам менің не болғаны туралы біледі екен. Маған найзағай түскен кезде менің киімім өртеніп кетіпті. Ал телефоным пластмасқа айналып еріп кетіпті. Мені найзағай соққан кездегі видеосы да бар екен. Бұл камера көшеде орналасқан. Маған бірден найзағай түскен кезде менен түтіндер шыға бастаған. Мен осыдан кейін қалай аман қалды екем? Мен бірінші рет айнаға қарағанда, мен өзім түрімді айнадан көргенде шошып кеттім. Себебі оң жағымның барлығын бір өрнек басып кеткен. Ол шыршаның бұтақтарына ұқсайды. Дәл осындай менің арқамда да бар екен. Маған бұрыннан бері татулар ұнайтын. Бірақ мен бұндай тату қалаған жоқпын ғой. Бірақ бұлай да жаман емес. Енді Хэллоуин мейрамында мен бетіме грим жасап әуре болмайтын болдым. Бір аптадан кейін мені дәрігерлер шығаратын болды. Бірақ айына 1 рет кардиологқа көрініп тұру керек деді. Яғни жүрек қағысын тексеру керек. Себебі найзағайдан қатты күшіне жүрегіме зақым келген. Шынымды айтсам, бұл жаңалық маған өте ауыр тиді. Себебі мен өткен өмірімде жеңіл атлетикамен айналысып жүгіргенмін. Ал қазір маған ешқандай спортпен айналысуға болмайды. Мен үйге қайтқаныма 1 ай болған кезде мен өзімді керемет ай деп санадым. Себебі әр күн мені таңғалдырды. Бір ретте мен әкемнің бөлмесіне кірдім. Әкемнің қасына жақындай бергенім сол-ақ еді, компьютерден бір дыбыс шықты да істемей қалды. Бұл әкемнің жаңа компьютері еді, және ода алманың суреті белгіленген. Компьютер сынып қалғаннан кейін біз оны өзіміз де сындырып лақтырып жібердік, себебі ол жөндеуге де келмейтін. Жарты күннен кейін мен де анамның қасына келдім. Анам ол кезде өзінің планшетін қарап отырған еді. Сол кезде анамның планшеті де өшіп қалды. Дәл солай менің телефоным да бұзылып қалды. Сабақ оқитын компьютерімде өшіп қалды. Ал ол компьютерді мен найзағай ұрғаннан кейін бірінші рет ұстап тұрғанмын. Яғни менде бір нәрсе болып тұрған ғой. Бірақ бұны мен не істеу керектігін ешкім білмеді. Мұздатқыш, микроволновка, кір жуғыш, ыдыс жуғыш. Бұның барлығы бұзылған техниканың қорабына салынды. Біз ата-анамызбен үңгірде тұрғымыз келіп кетті ғой. Себебі мен пайда болғаннан бастап тоқты нәрселердің барлығы сөне бастады. Ал мен жақында өзімнің көзімнен де сәлем алдым. Себебі менің көзім өте жаман ауыра бастады. Бүкіл адамды бірдей көрдім. Жақындарым кім, басқа адам кім, мен оны білмедім. Барлығы болдыр және кір болды. Маған өте қатты қорқынышты болды. Мен бәрінен де соқыр болып қалғым келді. Ал дәрігерлер оған көмектесе алмады. Ең мықты көзілдіріктің өзі маған көмектесе алмады. Мен енді жарық дүниені көре алмай қалдым. Мен бұл болмас бұрын ата-анамнан бір арманымды орындаңыздар дедім. Табиғатқа барайық дедім. Бұл жер бізден өте алыс болды.
біз бұл жерге ұшақпен барамыз дедік, бірақ менің қабілетіме байланысты ұшақпен бара алмаймыз, тек машинамен ғана бара аламыз. Біз өте ұзақ жолға шықтық және өте керемет болды. Біз отбасымызбен жай ғана осылай қыдырып көрмедік, егер мен арманымды айтпасам. Және бұл өте керемет болды. Біз барар жолда өте керемет жерлерді көрдік. Көп сөйлесіп әңгімелестік. Менің ата-анам негізі мен ойлағандай емес екен. Мен бұларды бұрында бұлай ойламаған, ал қазір өте жақсы. Біз бірнеше күннен кейін табиғатқа жеттік. Мен табиғаттың әдемілігіне таң қалдым. Мен бұны қалай көріп тұрмын? Бұл фантастика ғой. Жоқ. Менің көзім кәдімгідей көріп кетті. Ол бұрынғыдан да өте қатты жақсарды. Енді мен бұрында көрмеген нәрсемнің барлығын көре алдым. Айналамның барлығын жуып тастаған сияқты сезім болды. Релакстар мен ата-анаммен сөйлескен сөздер өте жақсы әсер етті. Біз табиғаттың барлығын көріп болғаннан кейін әкем маған компьютерге отыруын сұрады. Менің көзім енді жақсы көретін болды. Енді компьютерге отыруға болатын шығар деді менің әкем. Себебі біз жол жүріп келгеннен кейін машинаның еш жері бұзылмады, яғни менің қабілетім кетті деген сөз. Біз қонақ үйге тоқтадық және анам өзінің компьютерін ұстауға рұқсат берді. Мен отырғаным сол еді. 10 минуттың ішінде барлығы жақсы болды, егер әкем кіріп келмесе. Мен қорқып кеттім, себебі әкемнің артында тұрған білмедім, және сол уақытта компьютер жарылып кетті. Қуанышқа орай ешкім зардап шеккен жоқ. Мен енді түсіндім, барлық техника тек менің эмоцияма байланысты екенін. Енді мен алдыңғы техникалардың қалай сынғанын түсіндім. Енді мен сабырлы болам деп шештім. Сабырлы болуға болады екен. Яғни мен эмоциямды контрольда ұстаймын. Ата-анам маған бұл пайдаға асады деді. Себебі мен шектен шыққан эмоционалды қыз екенмін. Әсіресе найзағай соққаннан кейін деді. Олар шындықты айтып тұр. Маған бұл жаттығу көмекке асады деп ойлаймын. Енді біз ата-анамызбен мықты дәрігерді іздеп жатырмыз. Ал ол дәрігер мықты найзағай тиген адамды емдейтін. Негізінде бұндай дәрігерлер әлемде аз екен. Оларға бару үшін жай бара салмайды екенсің. Бірақ олар мен сияқты адамдарға шынымен көмектесе алады. Енді менің жолым болады деп ойлаймын. Ол дәрігер маған найзағай соққаннан кейін көмектеседі деп ойлаймын. Ал біз оған дейін арнайы группада өзіміздің оқиғаларымызбен бөлісеміз. Біз бұл жерде бір-бірімізге көмек береміз, әңгімелесеміз, бір-бірімізді қолдаймыз. Жақсы өмірге қайта ораламыз деп айтамыз. Негізі найзағай соққандар аз емес екен. Мысалы, менің күнде көріп жүретін көршім, оның найзағай соққан. Ол да адам ғой, ол да мен сияқты өмір сүрген шығар. Және оның артында да мен сияқты белгілер бар шығар. Ал сіздер өздеріңізді найзағай кезінде қалай сезінесіздер? Соны сіздер комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Видеоны соңына дейін қарасын, сенен лайкпен тіркелу. Сау бол. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда өте қызықты анимациялар шығатын болады. Оларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой.